Сәлем достар, менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып өтіңіздер. Бүгін өте жұмсақ болып шығатын, бір жасағынан керемет болатын пицца дайындаймыз. Сіздер де дайындап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Ең алдымен қажетті заттарымыздың барлығын дайындап аламыз. Суымызды, майымызды, жұмыртқамызды және тұзымызды салып, араластырып аламыз. Алдын ала електен өткізілген ұнымызды 3-4 бөлікке бөліп, салып араластырып аламыз. Төменге толық құрамын жазып өттім. Дәл осы рецепт бойынша 4 дана орташа көлемді пицца шығады. Егерде сіздер көптеп аздап жасағыларыңыз келсе, азайтып, құрамын немесе көбейтіп жасай берулеріңізге болады. Қолдың көмегіменен өте жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырдың құрамында сармай болғандықтан өте жұмсақ, әрі жылтыр, бір тегіс қамыр шығады. Мінекей, осындай өте жұмсақ қамыр дайын болды. Енді қамырымызды аздаған уақытқа тынықтыруға қойып, бетін жауып қойып қоямыз. Осы уақыт аралығында пиццамызға қажетті заттарымызды дайындаймыз. Мен колбасаны осылай орташа етіп турап алдым. Егерде сіздер қалауларыңыз бойынша қызанақ, балығар бұрышы немесе ет қосып жасаңыздар болады. Мен тек колбаса мен сырды ғана қосып жасадым. Сырымызды ортасынан бөліп, терканың майда жағымен өткізіп аламыз. Мен моцарелла сырын пайдаландым. Пиццаға арналған, дәмі өте әдемі. Егерде моцарелла сырын таппасаңыздар, эмир сырын пайдалансаңыздар да болады. Ол да өте дәмді болып шығады. Мінекей, сырымызды да теркадан өткізіп болып қалдық. Енді майонез бен кетчупымызды бір ыдысқа салып, жақсылап араластырамыз. Мен майонезін көптеу қылып салдым. Өзім сондай ұнатамын. Сол себепті сіздер егерде кетчуп ұнатсаңыздар, кетчупты көптеп қоссаңыздар болады. Екеуін жақсылап араластырып аламыз. Мінекей, біздің қосатын қоспаларымыздың барлығы дайын болды. Енді қамырымызды алып, 4 бөлікке бөліп аламыз. Мінекей, дәл видеодағыдай етіп, 4 бөлікке бөліп, дөңгелектеп зола жасап аламыз. Қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. 3 золамыздың бетін жауып, 4-ші золамызды жайып дайындаймыз. Осы уақыт аралығында пешімізді 180-200 градусқа қыздырып қоямыз. Алдын ала қызып тұрған пешімізге салуымыз қажет. Сол себепті пешімізді қыздырамыз. Мінекей, осылай оқтаудың көмегіменен видеодағыдай етіп, дөңгелектеп жаямыз. Шет-шетін кішкене ұзындау етіп жайған дұрыс, шетін қайырғанға. Мінекей, шетін осылай қайырып шығамыз. Енді үстіне жаңағы дайындаған соусымызды құйып, бір келке етіп жағып шығамыз. Оның үстінен аздаған ғана сырымызды себеміз. Енді үстінен колбасаларымызды орнатып шығамыз. Қамырымыз кішкене қызарып піскенше үстінен сыр сеппейміз. Енді қызып тұрған пешімізге салып, мінекей, қамырымыз қызарған соң алып, үстінен сырымызды сеуіп, тағы 4-5 минут көлемінде пешімізге салып аламыз. Сырымыз етіп, еріп, күйіңкіремей әдемі болып шығады. Мінекей, біздің пиццамыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Сырымыз да өте әдемі болып еріді. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта түрлі рецептермен бөлісемін. Қолдауларыңызға рахмет.